Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен үй жағдайында оңай дайындалатын, бірақ өте тиімді, барлық тері түріне жарамды әжімге қарсы масканың рецептісін бөлісемін. Бұл табиғи маска теріні керемет түрде ылғалдандырып, тері жасушаларын қажетті дәрумендермен нәрлендіреді. Нәтижесінде бет терісі жас әрі серпімді болып қалады, әжімдердің пайда болуын кешіктіріп, бұрынғы әжімдердің де тереңдігін азайтуға көмектеседі. Неге бұл маска тиімді? Теріміз денеміздің ең үлкен мүшесі, және ол сыртқы ортаның әсеріне тікелей ұшырайды. Жел, күн, шаң, токсиндер, теріс әсер ететін экология бұлардың бәрі терінің қартаюына, құрғауына, серпімділігін жоғалтуына себеп болады. Сонымен қатар, жас ұлғайған сайын теріде коллаген мен эластин мөлшері азаяды. Дәл осы екі зат теріні жас және жұмсақ етіп ұстап тұрады. Ал табиғи компоненттерге бай бұл маска теріні ішкі жағынан нәрлендіріп, сол қажетті элементтермен қамтамасыз етеді. Масканы қолданар алдында ескеретін маңызды қадамдар. Масканың әсерін барынша тиімді ету үшін теріні алдын ала тазалау өте маңызды. Ол үшін үй жағдайында жасалатын скрабты пайдалануға болады. Бұл терінің үстіндегі өлі жасушаларды алып тастап, масканың теріге тереңірек енуіне жағдай жасайды. Төменде қарапайым скрабтың рецептінде қосып отырмын. Табиғи скраб рецепті: 2 шай қасық ұнтақталған сұлы жармасы, 1 шай қасық бал, 1 шай қасық зәйтүн майы. Барлығын араластырып, бетіңізге жеңіл массаж қозғалыстарымен жағыңыз. 2-3 минуттай уқалап, жылы сумен жуыңыз. Енді бетіңіз маска қабылдауға толық дайын. Әжімге қарсы масканы дайындау үшін қажет болатын құралдар: 1 ас қасық ақсаз, каолин деп те аталады. 1 шай қасық глицерин. 1 шай қасық теңіз шырғанақ майы. 1 шай қасық тазартылған су, қайнаған немесе сүзілген. Қысқаша құрамының пайдасы: 1. Ақсаз, каолин теріні жұмсартады, терідегі токсиндерді өзіне тартып алады, тері тесіктерін тазартады және қан айналымын жақсартады. Сонымен қатар, теріні ағартады және беттегі майлылықты реттейді. 2. Глицерин терінің ішкі қабаттарына дейін ылғал жеткізеді, суды ұстап тұрып, терінің серпімді болуына ықпал етеді. 3. Теңіз шырғанақ майы, бета-каротин, Е дәрумені және басқа да антиоксиданттарға өте бай. Бұл май теріні қалпына келтіреді, әжімдерді азайтады және күннің зиянды сәулелерінен қорғайды. 4. Тазартылған су барлық компоненттердің жақсы араласуына жағдай жасайды, масканы біркелкі етуге көмектеседі. Дайындау және қолдану тәртібі: барлық жоғарыда аталған компоненттерді таза ыдысқа салып, жақсылап араластырыңыз. Қоспа біркелкі крем тәрізді болғанда, дайын масканы бетіңізге саусақпен, немесе арнайы қылқаламмен біркелкі жағыңыз. Көз айналасына тигізбеген дұрыс. Масканы 15 минуттай ұстап тұрыңыз. Бұл уақыт аралығында сіз тынығып, жай музыка тыңдап, өзіңізге аз да болса көңіл бөле аласыз. Уақыт өткен соң жылы сумен жуып тастаңыз. Бетіңізді жұмсақ сүлгімен ақырын сүртіңіз. Артынан сіз үнемі қолданатын ылғалдандырғыш немесе қоректендіргіш креміңізді жағыңыз. Масканы қанша уақытта бір рет қолдану қажет? Бұл масканы аптасына 1 немесе 2 рет қолдану жеткілікті. Үнемі қолданған жағдайда теріңіздің жағдайы 1 ай ішінде айтарлықтай жақсарады. Нәтижесі қандай? Тұрақты түрде қолданғанда сіз мынандай нәтижелерді байқайсыз. Тері серпімді әрі жұмсақ бола бастайды, әжімдер азайып, терінің құрылымы тегістеледі, бет түсі ашыла түседі, терідегі құрғақтық пен қабыршақтану жойылады. Қауіпсіздік шаралары:
Тұрақты түрде қолданғанда сіз мынандай нәтижелерді байқайсыз. Тері серпімді әрі жұмсақ бола бастайды. Әжімдер азайып терінің құрылымы тегістеледі. Бет түсі ашыла түседі. Терідегі құрғақтық пен қабыршақтану жойылады. Қауіпсіздік шаралары. Әр адамда терінің ерекшелігі әртүрлі болатындықтан, масканы қолданар алдында аллергиялық реакция тексеруін жасаған жөн. Ол үшін дайын масканы білектің ішкі жағына жағып, 15 минуттан соң жуып тастап, тері реакциясын бақылаңыз. Егер қызару, қышу немесе ісіну байқалмаса, масканы қауіпсіз түрде бетке қолдана аласыз. Дәріханадан қалай іздейміз? Барлық аталған компоненттерді кез келген дәріханадан немесе косметикалық дүкеннен оңай табуға болады. Ақсаз, каолин, глицерин, теңіз шырғанақ майы, облепиховое масло деген атаулармен сатылуы мүмкін. Іздеген кезде осы атауларды есте сақтаңыз. Үй жағдайында табиғи күтім денсаулық кепілі. Бүгінгі таңда нарықта түрлі бет күтіміне арналған өнімдер көп. Алайда олардың құрамында химиялық заттар, консерванттар, иіс беретін қоспалар болады. Үй жағдайында дайындалатын осындай табиғи маскалар теріңізге артық зиян келтірмей, пайдалы нәтижелерге жеткізеді. Бонус: терінің жастығын ұзақ сақтау үшін кеңестер. Күніне кем дегенде 2 литр су ішіңіз. Ұйқыны жеткілікті мөлшерде 7-8 сағат алыңыз. Дәруменіне бай көкөністер мен жемістерді көбірек тұтыныңыз. Күнге шығарда спық қорғанысы бар кремдер жағыңыз. Стресстен аулақ болыңыз, ол теріге тікелей әсер етеді. Бетке массаж жасауды әдетке айналдырыңыз. Спортпен шұғылданыңыз, қан айналымын жақсартып теріні жасартады. Қорытынды. Әжіммен күрес – бұл үнемі күтімді қажет ететін ұзақ процесс. Бірақ дұрыс тәсілмен, табиғи және тиімді құралдарды қолданып, теріні ұзақ уақыт бойы жас әрі тартымды етіп сақтауға болады. Бүгінгі бөліскен маска солардың бірі. Оның қарапайымдылығы мен қолжетімділігі басты артықшылығы. Егер сізге бұл видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыз және арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алда әлі талай пайдалы кеңестер мен дәстүрлі рецептермен бөлісетін боламыз. Жақсы нәтижеге жету үшін бірге талпынайық.